Әнші Алтынай Жорабаева жасөспірімдерге қатысты азғындық әрекет жасады деген күдікпен 10 жылға сотталған лагерь тәрбиешісіне қолдау білдірді. Өнер иесі Әліби Өтепбергенге жала жабылғанын айтып, оған көмек қолын созуға шақырды. Ол жас жігіттің жазықсыз бас бостандығынан айырылып отырғанына күйінді. Алтынай Жорабаева Instagram парақшасында 10 жылға сотталған Әліби Өтепберген туралы жазбасымен бөлісті. Ол сот шешімі өзгеріссіз қалғанына наразы болғанын жасырмады. Қымбатты халайық, Әліби баламызға ел болып, араша болып әділдік сұрағанымызбен сот өз шешімін өзгертпеді. Қалың қазақтың тілегі ескерілмеді. Туыстары қан жылады. Әлібидің үміті сөнуге таяу қалды. Дегенмен бұл қазақ не көрмеген? Талай қиналған жанға демеу болдық. Жылағанның көзін бірге сүрттік. Қиналғанды қуанттық. Ендеше тағы бір рет көкті көрсе көл болатын кезіміз жетті ағайын. Сіз болып, біз болып, онсыз да қатал тағдырдың тауқыметіне ұшырап, анасынан ерте айырылған 23 жасында жасөспірімдер еркелігінен нақақтан жала жабылған Әліби Өтепбергенге қол ұшын созатын кез келді. Барша жанашырлар жиылып, жас жігітті қорғауға қол ұшын созайықшы, деп жазды ол. Эстрада жұлдызы жас жігітке қолдау білдіргісі келетіндерге оның атына ашылған Әлібиге араша қорына ақша аударуға шақырды. Баршамыз жиылып Әлібиге араша қорына шын жүректен ақшалай көмегімізді аударайықшы. 1000 теңге болса да Әлібиге көмек болар еді. Жайбарақат қалмаңыздаршы. Жасаған жақсылықтарыңыз Алладан қайтсын. Жұмылсақ жұдырық, біріксек тау қопарар күшпіз деп сенеміз. Әділдік бар, жеңіске жететін күн жақын, үмітің сөнбесін Әліби, деп жазды әнші. Өнер иесі жазба соңында Әлібидің әпкесінің есеп шотын қалдырды.